Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қызғалдақ құрақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Менің материалдардың размерлері 12-12. Оның ортасынан қиып бөліп аласыздар. Менде бәрі дайын. Маған 3 түрлі мата кетеді. Бұл 3 түрлі матаны бірінші құрақты қойып аламыз. Мен 12-12 деп алдым. Сіздер өз еркіктеріңіз қанша деп алсаңыздар. 14 деп 15 деп алуға да болады. 14 14 15 деп. Бірінші маталарды өстіп қойып алсақ, тіккенімізге өте оңай болады. 10 бетін бір-біріне қаратып тіге бересіздер. Менің профиліме өтіп, құрақтың әртүрлі құрақтың қалай тігілу жолдары бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Тігілу жолы өте оңай. Көп уақытты да алмайды. Өстіп қызғалдақ құрағын құрып алдық. Енді бұлдарды 10 бетін бір-біріне қаратып, машинкамен тігіп аламын. Осындай әдемі құрақ шықты менде. Егер мен каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі кездескенше